Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз мінсіз мак кокос қосылған пирог дайындаймыз. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. 2 жұмыртқа қажет. 120 грамм қант. Жақсылап миксерлеп. Бөлме температурасындағы 250 грамм майымызды қосамыз. Мен 82% майды пайдаланамын, сіздерге де кеңес беремін. Және 40 грамм мак. $350 грамм ұнға 10 грамм разрыхлителімізді салып, жақсылап қамыр елеп аламыз. Яғни бұл қамырымыз бізде өте жабысқақ қамыр болады, артық ештеңе қоспайсыз. «30 минут холодильнигімізге салып, демалдырып қоямыз. Начинкасына 400 грамм творогқа, 120 грамм қантымызды, 1 жұмыртқа, 200 грамм қаймақ және кокосовый стружка 60 грамм қосамыз. Жақсылап блендермен езіп, дайындап қоямыз. Міне біздің жарты сағатымыз өтті. Осылай қамырымызды 2 бөлікке бөліп, бір кішкентай бөлігін қазір оның бетіне форма жасайтын боламыз. Тура видеодағыдай жайып шығамыз. Сіздер кез келген форманы алсаңыздар болады. Мен осындай 4 бұрышты форманы алдым. Домалақ форманы алсаңыздар да болады. Осылай видеодағыдай бортиктарының бәріне жеткізіп, қамырымызды жайып шығамыз. Міне начинкамызды салып, енді қалған қамырымызды ұнға бір батырып алып, осындай узорлы пышағыңыз болса, кесіп алсаңыз болады. Және осылай видеодағыдай бетіне қойып шығамыз. Енді қалған қамырын мен осындай гүл жасадым, мындай формамен. Бұл енді міндетті емес, өзіңіз білесіз. Жасамасаңыз да болады. Жұмыртқаның сарысын бетіне жағып шықтым. Енді қызып тұрған 180 градуста 30-40 минутта пісіріп аламыз. Жасап көріңіздер, өте дәмді шығады. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз.